Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге түрік халқының фастфудтарында сатылатын кумпир тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описание жазып кететін боламын. Үлкен көлемдегі картошкалар керек. Картошкамыздың сыртын жақсылап жуып аламыз. Фольгамызға орап қызып тұрған 200 градустағы пеште 45-50 минутта пісіретін боламыз. Картошкамыздың піспегенін шпажканың көмегімен тексеріп отырыңыздар. Шпажкаларыңыз толықтай картошкаларыңызға кірсе, сіздердің картошкаларыңыз піскен деген сөз. Кумпиріміздің ортасына салма саламыз. Оливье салатын салуға болады, тауықтың төсетін қуырып салуға болады, колбаса салуға болады. Үйде қандай заттарыңыз бар, соның барлығын салуға болады. Бірақ осы оливьемен өте дәмді болады. Оливье салатын дайындап жасап қойдым. 45 минутта картошканы пісті екіге бөлеміз. Ішіндегі қабығына тиіспей картошкамыздың ішін тұз, сары май салып езіп аламыз картошкамның ішін. Мен картошкам ашқан кезде буына байланысты менің түсіргендерім көрінбей қапты, өкінішке орай. Картошкамыздың ішіне жаңа айтқандай тұз, бұрыш, сары май и сырымды салып жақсылап езіп араластырып алдым. Енді бұның үстіне салмамызды саламыз, оливьемізді саламыз, кукурузды саламыз и кетчуп саламыз. Осылардың барлығын салсаңыздар, сіздердің тамақтарыңыз өте тойымды болады. Бір картошканың өзі 2 адамға жеткілікті қыздар. Себебі бұл өте тойымды тағам. Егер де мен видеом сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар, көптеген рецепттермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Алима Жарынбек қызы.